Сәлеметсіздер ме? Мен Қаратал ауданы Қанабек Байсейітов атындағы орта мектептің химия пәнінің мұғалімі Мұхтар Нұржан Мұхтарұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ковалентті байланыс 8-ші сынып. Тақырыбымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берейік. Электротерістік дегеніміз не? Электротерістік топ бойынша қалай өзгереді? Электротерістік период бойынша қалай өзгереді? Дұрыс айтасыздар. Электротерістік химиялық элементтің атомының электрондарының тартып алу қабілетін айтады екенбіз. Электротерістік топ бойынша жоғарыдан төмен қарай төмендейді. Литий мен францийді салыстырсақ болады, және период бойынша солдан оңға қарай артады екен. Жауаптарыңыз дұрыс. Келесі. Бүгінгі тақырыбымыз ковалентті байланыс деп айтылдық. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты электротерістік ұғымы негізінде атомдар арасындағы ковалентті байланыстың түзілуін түсінеді екенбіз. Бағалау критериялары. Ковалентті полюсті және ковалентті полюсті байланыстардың ұқсастығы мен айырмашылығын көрсетеміз. Формула бойынша коваленттік полюсті және бар заттардың коваленттік полюсті байланыстардан ажырата аламыз. Айқыш нүктелер диаграммасын салады екенбіз. Химиялық байланыс неліктен түзіледі? Элементтер өз орналасқан периодтағы асыл газдардың конфигурациясына ұмтылады, себебі олар инертті, ешқандай химиялық реакцияға қатысуға белсенді емес. Мына жерде суретте қарасаңыздар, хлор атомы және сол периодта орналасқан инертті газ аргон. Хлор атомы аргонға жету үшін оған бір электрон керек. Сонда бұл жұптасқан тағы бір элементпен жұптасуы қажет болады. Ары қарай. Енді мына жерде суретке қараңыздаршы. Суретте ковалентті байланысқа қандай элементтер арасында жүретін анықтап айтып бере аласыздар ма? Ковалентті байланыс бейметалдар арасында жүреді. Оны мына есіктің жақтауындағы only non-metals дегенді оқып қарасақ болады. Тек қана бейметалдар деп жазылып тұр. Және мына жердегі заттардың барлығы бейметал. Хлор, оттек, сутек, азот, осы элементтер көрсетілген, бейметалдар ғана көрсетілген екен. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Ары қарай жалғастырсақ, ковалентті байланыс электротерістілік мәндері бірдей немесе айырмасы аз болатын атомдардың арасында жұптасыған электрондарды ортақтату нәтижесінде түзіледі. Ол электрондарды оңай қосып алатын элементтер арасында түзіледі. Ондай атомдарға бейметалдар жатады екен. Ковалентті байланыс полюссіз және полюсті деп екіге бөлінеді. Бірдей бейметалдар арасында түзілетін байланыс ковалентті полюссіз байланыс деп аталады. Мысалға, сутек молекуласы. Бір сутек атомы екінші бір сутек атомымен қосылады да жұптасқан электрон түзіп, сутек молекуласы түзіледі екен. Мына жердегі екі электрон бір жұптасқан. Бұл екі электрон екі элементке де қатысты деген мағынаны білдіреді. Келесі. Фтор молекуласы екі фтор атомынан тұрады, және оларда 7 электрон болады. Әрқайсына бір электрон қажет болады. Сол кезде екі фтор атомы жұптасып, фтор молекуласын түзеді. Ортадағы екі электрон екі элементке де қатысты. Сонда бұлардың ұқсас болғаннан кейін электротерістіктер де бірдей болады. Фтордың электротерістігі 4, сонда бұл жерде полюссіз байланыс арасында электротерістіктері бірдей болуы қажет екен. Ковалентті полюсті байланыс әртүрлі бейметалдар арасында түзілетін байланыс ковалентті полюсті деп аталады екен. Терістігі жоғары элемент ковалентті полюсті байланыс түзгенде ішінара теріс зарядталады. Электротерістігі төмен элемент ковалентті полюс байланысқа түскен кезде ішінара оң зарядты болады екен. Бейметалдар көрсетілген
фтор, оттек, азот, хлор, бром, күкірт, көміртек, фосфор, кремний, сутек. Солдан оңға қарай, бұл жерде бізде білесіздер электродерістік әлсірейді екен. Мысалға, тұз қышқылы немесе хлор сутек. Хлор және сутек атомдары әрекеттесіп, хлордың 7 электроны бар, ал сутекте 1 электрон. Екеуі жұптасқан электрон түзеді, міне, жұптасқан электрон, сонда хлор сутек түзіледі екен. Бұл бізде сутектің электротерістігі хлордан қарағанда төмен, сондықтан ол оң зарядты көрсетеді, ал хлор теріс зарядты көрсетеді. Бұл байланыс ковалентті полюсті байланыс деп аталады. Льюис диаграммасы бар. Льюис диаграммасы үшін біз мысалға ковалентті полюссыз байланысты алайық. Ковалентті полюссыз фтор атомы қосылған келесі фтор атомымен және түзіледі фтор. Енді бір фтор атомы үшін біз нүктелерді алатын болсақ, нүкте белгілерін алатын болсақ, бұлда 7 электрон бар ғой. Екіншісіне айрықша белгілерді аламыз. Келесі енді түзілген кезде бұл ортасында екі жұптасқан фтор молекуласы түзіледі. Айрықша және нүктелер белгісін біз Льюис диаграммасы деп атайды екенбіз. Енді келесі ковалентті полюсті байланысқа мысал келтіретін болсақ, сутек қосылған бром түзіледі. Бром сутек. Және осыларды айрықша нүкте белгісімен белгілейтін болсақ, сутек. Мында да сутекті қоямыз. Келесі енді айрықша белгісін біз бромға қояйық. Бұда 7 электрон бар, сонда 7 айрықша белгісін қоямыз. Сонда мына аралықта орналасқан бұлар жұп түзілу арқылы, Льюис диаграммасы бізде осылай құрылады екен. Енді мына тапсырмаларды орындап көрейік. Берілген қосылыс формулаларын ковалентті полюсі және ковалентті полюсі деп екі бағанға жіктеуіміз қажет. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауабымен сәйкестендірейік. Сіздердің жауаптарыңыз менің жауабыммен сәйкес болса, сіздердің жұмыстарыңыз өте жақсы деген бағаланады. Ары қарай екінші тапсырма. Оттектің бір атомы мен сутектің екі атомнан тұратын молекуланы Льюис диаграммасын жазыңыз. Қажет болған жағдайда элементтердің периодтық кестесін пайдаланыңыз. Жауаптарыңызды алдық, онда жауабымызды қазір сәйкестендірейік. Бізге айтады, оттектің бір атомы дейді, және сутектің екі атомы дейді. Сутектің екі атомын қояйық. Міне екі сутек атомы. Және арасында байланыс. Оттекте бізде енді оттекті нүкте белгісімен қояйық. Бұда A6 электрон бар. Енді сутек бойынша сутекке біз айрықша белгісін қоямыз. Осы кезде мынау теріс оң зарядты болады. Ал оттек бізде
теріс зарядта болады екен. Осылай біз үлес диаграммасын ала алады екенбіз. Сутек пен азоттан тұратын молекулалардың белгілеу әдістерін атаңыз. Мына суреттермен сәйкестендіріңіздер. Дұрыс айтасыздар. Бірінші суретте бұл молекула формуласы, екіншісі хромдық формуласы, үшінші айрықша нүкте белгісі арқылы көрсетіліп тұр, Люс диаграммасы екені. Жақсы, ендеше мына тапсырманы сіздер орындап, күнделік кезекке жүктеліңіздер. Мақсатқа оралсақ, электротерістік ұғымының негізінде атомдар арасындағы коваленттің байланыс түзілуін түсіндік деген ойдамын. Енді төмендегі сөйлемдерді жалғастыру арқылы сабақтың қорытындысын өзіміз жасап көрейік. Бүгін мен білдім, маған қызықты болды, маған қиын болды, мен түсіндім, енді мен жасай аламын, мені таңғалдырған деген сөйлемдерді толтырып аяқтап жазыңыздар. Жақсы, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деген ойдамын. Жақсы, сау болыңыздар.